Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Оразаларыңыз қабыл болсын. Бисмиллах деп бүгін сабағымызды бастайық. 2 күндік сабақ, уәде бергенімдей, жан тыныштығы деп аталады. Білімнің садақасы ретінде небәрі 2000 теңгеге мен ең құнды маңызды құндылықтарды сіздерге жеткізгім келіп тұр. Біздің сабағымызды енді бисмиллах деп бастай берейін. Эфир сақталады. Қосылған қыздар қосыла берсін. Ең бірінші тақырып ол бізде ниет тақырыбы болады. Қазір ниет тақырыбы. Ал бисмиллах деп бастайық. Неге мен ниеттен бастадым? Себебі әр істің басы мен соңы ниетке байланысты дейді. Әрбір істің басы мен бар соңы бар, ол ниетке байланысты дейді. Яғни дәл қазір сіздер сабақты бастамас бұрын ниеттеріңізді жөндеңіздер. Ойбай, тегін сабақ арзан екен, содан кейін ала салдым деген нәрсе болмасын да. Онда сіздер просто тегін дүние алған сияқты құнын бағаламайсыздар да. Немесе ойбай, там елдің бәрі жанталасып, жармасып, таласып алып жатыр екен, мен құр қалмайын деген ниет болмау керек та. Или там біреу менен көп біліп қоймасын деген ниет тоже болмау керек. Адам чисто тек өзім үшін, өзімнің ақыретім үшін, өзімнің жан дүниемнің тыныштығы үшін, ең бірінші өзім үшін, жаңағыдай Аллах разы болған құлдардан болу үшін осы білімді алайын деп жатыр деген дұрыс ниет болу керек. Негізі ниеттің маңыздылығы соншалықты, мысалы даже семья құруда да бұл ниет деген нәрсе өте маңызды. Көп қыздардың мысалы семья құрудағы ниеті елдің бәрі маған күйеуге шық деп айтып жатыр, соның кейін мен шығу керек болып жатыр деп айтады. Немесе ақ көйлек киім келеді, лимузинге отырғым келеді дейді да. Бірақ қараңыздар қыздар, ниет деген нәрсе ол сіз қай жерге дейін ниет етесіз, сол жерге дейін ғана жеткізетін нәрсе да. То есть Алла тағала ниетке қарай береді деген, мысалы да бір қыз армандайды да, прямо күйеуге шығу деген кезде оның ойына жаңағыдай ақ көйлек киіп лимузинмен қыдырып жүргені, сол той елестей береді да. Сол күнге жету үшін ол там жігіттермен танысады, бір нормальный әп-әдемі жігітті тауып алады, там білмеймін сондай бір лимузин әперетін бір бай жігітке үйленеді, ақ көйлекті тура деген сол өмірдің мәні сол бір керемет ақ көйлек сияқты прямо неше күн таңдап жүріп бір ақ көйлекті алады, там шетелден алдырады, тіктіреді мысалы да. Потом күшлеп тұрып, там елге күшлеп тұрып той жасауымыз керек деп ресторанда өкіртіп отырып той жасайды. Енді қараңызшы, сол той бітеді, ақ көйлек шешіледі, лимузиннен түседі. Ары қарай ол қыз отбасылық өмірде қалай өмір сүретінін білмейді. Ол уже бақытсыз бола бастайды да. То есть ол қызда уже дискомфорт, жан тыныштығы кете бастайды. И семьяда уже ұрыс керіс басталады. Қаншама жаңағы елдің көзі үшін, ойбай ел үшін, ойбай анау лимузинмен той жасапты, ойбай анадай ресторанда той жасапты, ойбай ананың көйлегі андай болыпты деген ғана ниетпен ғана жасалған тойдың басы сол тойда басталып, аяғы да сол жерде аяқталады. То есть ол жерде уже ары қарай семьяда бірлік, ауызбіршілік болмайды. Немесе анандай бір отбасылар болады да, подружкалар, небір қыздар болады, мысалы подружкаларын барлығы тұрмысқа шығып жатыр, мен ғана жалғыз қалып қалдым, мен елден қалмауым керек деп, кәдімгі жан таласып елмен жарысып жүріп үйленіп алады да. Бірақ ар жақта мен тұрмыс құрғаннан кейін қандай болады өмірім, мен шын мәнінде жан дүнием қандай адамды қалайды, я? Яғни ол кісі не істеді, өзінің жан қалауын естімеді, алды да жаңағыдай елдің айтқанымен алысып жүгіріп кетті, тырмысып кетті. Қыздар есіліп тұр ма барлығы? Плюс қоя кетсеңіздер. Барлығы түсінікті болып жатыр ма? Енді сіздерде қазір не болу керек та? Так, қыздар. Қазір осы жерде сіздер естеріңізге түсіріңіздер, отбасында қандай ниетпен құрдыңыздар. Күйеуге шығатын кезде сіздердің ниеттеріңіз қандай болды, кім қандай ниетпен күйеуге шықты. Мен күйеуге шықпасам, осы жігітке тиіп алмасам, мен өмір бойы жалғыз қалам деген ниет болды ма? Немесе жаңағы ойбай болады кейбір қыздар, мысалы отбасында әке-шешесімен қарым-қатынас дұрыс емес, немесе оны жұмсай береді, үйде құл сияқты, сосын мен құлдықтан қашып басқа бір жаққа баруым керек, может сол жақта бақытты боламын деген. Немесе бай жігіт бай екен, главное шығу керек, проблемамды шешіп аламын, сондай болды. Немесе ойбай мына бір красавчик жігіт екен, ана жерде мына подругаларым бәрі оған ғашық, бірақ мен болсам мен өзіме қаратып аламын деген ниет болды ма? Неше түрлі ниет болады. Немесе там мен бір рет ажырасқан болатынмын, я теперь докажу другим, что я могу быть счастливой, на самом деле мен ажырасам да маған біреудің қарайтынын доказать еткім келеді деген ниет пе? 25 жасқа дейін шығу дейді, алып қашты, главное шығу дейді. Көрдіңіздер ме? Главное шығу. Бірақ шығып алғаннан кейін уже ары қарай сіздер проблема басталады. То есть на самом деле білесіздер ме қыздар,
мен оны неге сұрап жатырмын, шын мәнінде ойбай мен қателесіп қате ниетпен тұрмысқа шығып қойыппын, болды енді әшейін деген все болды, бұл теманы дұрыс емес екен деген ой болмау керек. Намазды, ниетті всегда жаңалап тұруға болады. Сосын жаңағыдай мынандай дұрыс емес пе, лишь бы намаз оқыса болды, ойбай лишь бы ішпесе шекпесе болды, лишь бы ұрмаса болды деген ниетпен де шыға салуға болмайды да. То есть анандай сіздің ниетіңіз бәрі четкий болу керек та. То есть ішпейтін, шекпейтін, мені сыйлайтын, мені алақанда ұстайтын, мысалы былай айтқан кезде асырайтын, сөйтіп сондай бір ниеттеріңіз барлығы дұрыс болды, екеуміз гармонияда болатын, бір бақытты ұрпақ өмірге әкелетін, сондай бір исламдағы бір отбасы болатындай деген бір ниеттеріңізді ары қарай дұрыстап жөндеп алсаңыздар болады осы жерден. Хорошо? Үйдегілер ойбай жақсы пысық екен деп тез арада той өтіп кетті. Пысық болады кейбір жігіттер, ішпейді, шекпейді, бірақ олар жан дүниенің несін бере алмайды да, андай. Қалай айтсам екен, по душам сөйлесе алмайтын ер адамдар болады. Жігітке сөйтіп тиіп алады, ойбай мынаның ақшасы көп екен, ойбай бұл ішпейді екен, главное шекпейді екен деп, бірақ контакт құра алмайды да. Ол боқтайды, мысалы, ол адамның, әйелдің жан дүниесін түсінбейді, әйел сыйлау деген білмейтін еркектер де болады да. Ол ішпеу, шекпеу, намаз оқу деген показатель емес. Немесе намаз оқып жүреді, бірақ білім жоқ та. Намаз шынайы ислам жайлы білім жоқ. Шынымды айтсам, анам нервный, қатал, тек соның ғана айтқанымен жүру керек еді. Содан анамнан алыстан араласқым келді. Не көрдіңіз бе? Анаңыздан кетіп қалдыңыз, бірақ бәрібір де сізде жан тыныштығы жоқ, тақуа екен деп шықтым. Әке-шешем жасы жігіт деп айтқан соң шығып кеттім, бірақ өкінбеймін, рас болып шықты. Жақсы. Ну, конечно, барлық әшейін деген ниеттен жаңылдыңыздар, бәрі қате болады деген дұрыс емес. Но в основном қыздар осы нәрсені айтқым келеді. Бұл мен неге айтып жатырмын, что қазірде ниеттеріңізді жаңалап, алдағы өмірлеріңізді өзгертуге болады деген нәрсе. Енді қыздар қараңыз, алдағы өмірімізді өзгерту деген қалай, ол ниетті өзгерту деген қалай, ол мидағы теріс установкаларды өзгерту. Мидағы мүмкін емес деген нәрселерді өзгерту. Мысалы, бір әйелдер күйеулеріне жалығып кетеді. Күйеуім андай, күйеуім мындай, күйеуім мен сыйламайды, күйеуім дөрекі, күйеуім білім алмайды деп ше. Егер де сізде мынандай ниет болса, мен сенемін, Алланың қалауымен ол мынандай бола алады деп алдыңызға Б точкаңызды елестете білсеңіз, күйеуіңізді прямо өзгерген жақсы күйін елестете білсеңіз, ақырын Алла тағала сізге сол картинаға дейін жеткізеді. Және сіз соған сенсеңіз, және сіз сол күйеуіңіз сондай болып өзгерген кезде бір қорқыныштар пайда болмаса. Например, бір әйелдер айтады, мен күйеуім ақша таппайды. Қандай болғанын қалай істесем ойланып қалады да, что-то мен соны ойламаппын. Ну, представьте, что ол бай болып кетті, Аллаға ғана мұқтаж болып кетті деген кезде оларда уже шынайы абжақтарында қорқыныштар пайда бола бастайды. Ой, что-то менде қорқыныш пайда болады. Оказывается, я не хочу, чтобы он был богатым деген сияқты. Тағы не болады, мысалы, күйеуі мысалы өте жуас дейді, өзі мнениесін айта алмайды дейді. Қандай болғанын қалай істесем, ол өзінің мнениесін айтқан қалаймын дейді. Ой, жоқ, онда мен оған жаңағыдай бағынышты болуым керек, мен оның айтқанымен жүруім керек. Я такого не хочу дейді. Яғни мынандайды не хотят, бірақ қандай болғанын они өздері білмейді да. Если сол қандай болатынын көз алдыңа елестетсе, ондай да болғанын қаламайтын әйелдер бар. Түсінікті ме, қыздар? То есть мен А точкам ұнамайды, Б точкамды елестете алмаймын, бірақ Б точкамды елестетсем, жоқ, оказывается мен Б точкамның болғанын қаламайды екенмін деп, анандай ортада теряться ететін адамдар бар. Түсінікті ме, қыздар? Сол үшін, егер де сіздер қыздар сұрақтарыңызды қоя тұрыңыздар, мен бүгін ниет жайлы айтып отырмын, меня не перебивайте, хорошо? Мен қазір комментарды өшіріп тастайын. Иншалла, осы беріліп жатқан білімді тыңдап, дұрыстап, мұқият амалға асыратын болсаңыздар, сіздердің бұл проблемаларыңызды ақырын шешіледі. Анандай ше, мен 2000 теңге төлеп, мен әшейін четко, мен четкий, мен қазір сұрағыма жауап алып алам деп істейтін болсам, мына жерде менде қазір 700-800 адам отыр. 700-800 адам, егер де осындай эгоист болып келетін болса, маған басқасы керек жоқ, тек қана мен запросым бар, сен соны ғана шешіп бер дейтін болса, ол не болады? Ол эгоизм болады да. Получается, мен 800-іңізге, 2000 теңгеге каждыйыңызға жеке терапия өткізуім керек болады. То есть 2000 теңгеге мен
берем деп шешкен білімімді беремін. Сол жерден егер де дұрыс сабақ алып, оны амалға асыратын болсаңыздар, иншалла ақырын Алла тағала ниеттеріңізге қарай ол білім проблемаларды шешіп береді. Түсінікті ме? Сол үшін андай ожидание қойып, ой жоқ, маған мына ниеттеге керегі жоқ, маған ана бала тәрбиесі керек, мынау мұны айтпай жатыр деп, андай маған претензия қоймаңыздар. Түсінікті ме, қыздар? Қазір мына жерде условия қоятын менмін. Сондықтан да берген білімді алыңыздар, тыңдаңыздар, тыныш қана отырып соны тыңдаңыздар, қорытыңыздар. Соған қатысты сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Түсінікті ме? Алысқа асықпаймыз, жаңағыдай вперед не забегаем. Бұл жерде тек қана сіз ғана білім алып, менің алдымда жеке терапияда отырған жоқсыз. Поэтому жалпы берем деген білімді мен айтқам. Не берем, соны айтқан болатын мен. Сол үшін соны тыңдап қорытыңыздар. Иншалла Алла тағала оның бір нәтижесін береді. Бір қызық нәрсе айтайыншы, қыздар, осыған қатысты. Мынандай дүние болды да, мен осыдан бірнеше жыл бұрын Қуаныш Оңбайдың бір құпия деген кітабы шықты ғой. Сол кезде помню, соны бір Алматы деген бір гостиницаға барып, очередьте тұрып, білмеймін, как раз жаңбыр жауып тұрған күн, сөйтіп барып алған кезім бар да. Прямо ананы оқимын деп барып алдым да. Сонымен барып алдым, алып келдім, бірақ вообще оқыған жоқпын. Потом бір абысыма беріп қойдым, онан кейін өзім алдым, онан кейін сол тұрды да. Сосын ақырында бір қыздарға сыйлай салдым мен оны. Бірақ сол кітаптың шын айтсам бір бетін ашып оқыған жоқпын да. Сонымен Алланың қалауымен осы жақында наставничестводан өткен бір қыз жазып отыр да. Задира ханым, мен мына құпия деген кітапты оқып жатырмын. Бұрын осыны мен вообще түсінбейтінмін. Сізден наставничество алғаннан кейін қарасам, тура сіздің наставничествода берген дүниелеріңіздің көбісі осы жерде айтылып жатыр дейді. То есть мен осы кітаптағы жазылған дүниені енді түсініп жатырмын дейді. Понимаете, оказывается, мен ол кітапты алып алдым, ниет еттім, алдым, сатып алдым. Бірақ оқымасам да сол кітаптың ішіндегі білімді Алла тағала маған басқа жолдармен берген екен де. То есть айтайын дегенім, сіз мысалы мына жерде сабаққа қатыстыңыз, бір нәрсені, бір сұрағыма жауап алайын деп қатыстыңыз, иә. Бірақ Алланың қалауымен сіз басқа қанша миллион сұрағыңызға жауап алып, мына именно сол сұрағыңызға қазір жауап алмауыңыз мүмкін, бірақ уақыт өте келе соған бір осознанностьқа келіп, сол білімнің әсерімен сол проблемаңыздың қалай шешіп кеткенін білмей қалуыңыз мүмкін. Түсінікті ме, қыздар? Енді ниет, бала табудағы ниет бар. Ладно, күйеуге шығудағы ниет, бала табудағы ниет қандай? Мысалы, көп әйелдер қазір ойбай декретпен миллион деген нәрсе жақсы болды, иә. Баланы не үшін тауып жатқандарын білмейді да. Миллион үшін табатын сияқты, как будто ойбай декретпен миллион береді екен, тағы біреуін көтеріп алсашы, или там ойбай алтын алқа береді екен, күміс алқа береді екен, алтын алқа алғандар там автобуста тегін жүреді екен деп бір кедейлік ниетпен табады да баланы ше. Яғни как будто менде автобуспен жүретін ақша жоқ сияқты, немесе там миллионды мен басқаша таба алмайтын сияқты да, өзің бір қабілетіңді асырып, білмеймін, бір өзің бір адал жолмен, басқа жолмен де табуға болатын миллионды почему-то балаға байлап қояды да. Анау кедейлік санада мен бала табу арқылы ғана осы миллионды таба аламын. Алла тағала мен осы баланы таппасам миллион бермейді. Хорошо, баланы табыңыздар, но баланы табыс көзі ретінде табуға болмайды. Бұл да дұрыс емес ниет. Немесе тамандай бір военныйларда болады. Мен осынша жыл жұмыс істедім, оказывается, 4 балаң болса, осынша бөлмелі квартира береді екен, 2 балаң болса, осынша бөлмелі квартира береді екен, немесе пенсияда осы жаста шығуға болады екен деген сияқты. Бұл да дұрыс емес ниет. Бұл уже кедейлік ниет та. Если сен бала табуды, сен өмірге адам әкелейін деп жатсың ғой, өмірге толыққанды тұлға әкелейін деп жатсың, бірақ сен соны тұлға әкелейін деп қарамайсың, сен соны бір ақша табудың, бір жоқшылығыңды жабудың құралы ретінде, иә. Биыл декретный алып, жаңағы дарадовой алып, мына үйге ремонт жасамасақ деп бала жасайтын ер мен әйел бар да. Это вообще былайша айтқан кезде ол дұрыс емес те, бұл санасыздық деңгейде де. Бұл олар не істейді? Баланы өмірге әкеледі, қолдарына миллиондарын алып алады. Ол миллион қазіргі заманда миллион деген вообще ақша емес, қыздар. Қазір миллион екінің бірі миллионер бола алады. Шын мәнінде адамдар төлеу керек негізі. И сөйтеді, жаңағыдай баланы өмірге әкеліп алады, миллион қолдарына түседі. Ана бала диванда жатады, ана не жерде, как бы, знаете, балаға особо махаббат бермейді. Есілдері ана миллионды қалай жаратсам. То есть ана сол миллионды табу үшін әйел 9 ай толғатып, бала көтеріп, соны бір жер жаңағыдай роддомға барып қиналып тауып алады да. Бірақ ана өзінен шыққан баланы құндылық көрмейді, миллионды құндылық көреді. Потом сол миллион үшін қырқысады. Ойбай, менің енем менің пособиямды алып алды, бүйтті, сөйтті, күйеуім жаңағыдай карточкамды алып алды, бүйтпеді, сөйтпеді деп ақша үшін қырқысып жүреді. Ана қолында саған одан да құнды дүниені Алла тағала берді ғой. Сен соны тәрбиеле, сен соған жаңа білмеймін, сол үшін дұға ет, сен өзіңнің жан тыныштығыңды ойла, соған қандай тәрбие беретінді ойла. Жоқ, анандай кедейлік санада әпет. Түсінікті ме, қыздар?
түсінікті болса реакция жіберіп отырсаңыздар болады. Одан кейінгі тағы қандай ниет, мен кешегі айтып жатқандай Алла разылығы үшін деген күйеуге қызмет ету деген ниет, күйеудің разылығын іздеу деген ниет. Көп әйелдерде осы жерде опять қателеседі. Қараңыздар, қыздар, екі түрлі әйел болады. Мысалы, мына жерде жертва әйел бар, мына жерде лидер әйел бар. Мына жерде күйеу тұр. Енді мына жертва әйел күйеуіне қалай служит етеді, қандай ниетпен служит етеді? Күйеуін жоғалтып алудан қорыққаннан служит етеді, немесе ажырасқан деген атақтан қорыққаннан служит етеді, немесе жаңағыдай күйеуінің қолында тәуелді болғаннан кейін, күйеуім мені асырап жатыр деп содан қорыққаннан кейін служит етеді. В итоге ол күйеуіне служит еткен, честно, күйеу бағаламайды да. Алла разылығы үшін служит етіп жүрмін дейді, бірақ күйеуіне шынайы өзінің қалауларын айта алмайды. Күйеуге ұнамаған дүние ұнамайды деп айта алмайды. Күйеуден өзінің жаңағы қажеттіліктерін требовать ете алмайды. Только потому что она боится потерять. Бірақ іштей жертва да, іштей сырттай күйеуіне ой сен деп алдына жүгіріп жүргенмен сыртынан күйеуін жамандап отырады да. И потом сыртынан күйеуді жек көреді. Бұл әйелдің іші өкпе, реніш, ызаға толы. Презирает она. Түнде мысалы күйеуінен шынайы ләззат ала алмайды, күйеуін қатты сағынбайды да, просто бір әйелдер бар да, күйеуім кетіп қалса рахат дейді, үйде прям күшті демалып қаламын дейді. На самом деле, если зрелые отношения, ол на самом деле күйеуің бар кезде де жақсы болу керек, и ол жоқ кезде де өзіңді нормально чувствовать ету. То есть, если сен күйеуің жоқ кезде рахаттанып қалатын болсаң, значит күйеуің саған тиран болып жүр деген сөз. Ты в роли жертвы деген сөз. То есть сен күйеуің бар кезде ол саған дискомфорт создавать етеді, бірақ сен оған айта алмайсың. Сен қалауыңды жеткізе алмайсың, он тебе не слышит деген сөз. Бұл жерде зрелый исламдағы ересек қатынас жоқ. Негізі ислам ол бейбітшілік діні. Ислам ол Алла тағала ешкімді страдать ету үшін бір жаратпағанда, қиналып жүрсін деп жаратпаған. Егер адамда білім болатын болса, адам осы өмірін жұмақ қыла алады, наслаждаться ете алады, и ана дүниеде жұмақ бола алады. На самом деле бір ұстаз айтады да, бұл дүниеде жүрегін жұмақ ете алмаған адам, ол ана дүниеде жұмаққа кірмейді дейді. И бір ұстаздан естідім, бір российский бір ұстаз айтып жатыр да, қабір азабы деген дүние бар ғой, қыздар, сонда адам қабірде азаптанған кезде оны сырттан келіп жылан шаян шақпайды дейді. Ол адамның ішіндегі мына өкпелер, ыза деген нәрсе өзін шағады дейді. Представляете? Қабір азабы деген сол екен де, когда сен осы дүниеде ішкі негативтерің, ішкі қорқыныштарың, ішкі білмеймін, сомненияларың, уайымдарың, ішкі сасығың, негативің қабірде сенің өзіңді жазалайды да. Түсінікті ме? Сол үшін сен бұның барлығынан осы дүниеде арылып, жүрегің тап-таза болып, ешкімге ренжімей шынайы өмір сүретін болсаң, сол кезде сен былайша айтқанда қабір азабы да болмайды, и жәннатқа иншалла кіресің. И және оның барлығы шынайы Аллах үшін болса. Енді қыздар қараңыздар, мынандай ғой, айттым, жертва әйел болды, лидер әйел болды. Лидер деген бұл шынымен де Аллах үшін. Яғни бұл әйелдің күйеуді жоғалтып аламын деген қорқынышы жоқ, бұл күйеуге қатты байланбаған, былайша айтқанда бұл тек Алладан күтеді, асырайтын Алла деп ойлайды. Егер де ол әйелдің жан дүниесін что-то не устраивает да, күйеуім бірдемесіне ренжіп жатса, ол алты напрямую барып шешеді де, айтады да, извини меня, бұл маған ұнамайды, немесе мен мынаны қалаймын. То есть шынайы да, ол өзін алдамайды бірінші, содан кейін күйеудің алдында өтірік притворяться етпейді, притворяться етіп манипуляцияға көнбейді. Енді қыздар қараңыздар, қай әйелдің күйеуге служит еткеннен күйеудің самооценкасы көтеріледі. Но я не говорю, что біз оның самооценкасын көтеруіміз керек, но қай әйелдің қызметін еркек бағалайды, және де ол жаңағыдай сол әйелдің қызметін пайдалану арқылы ол жаңағыдай өзін полноценно жаңағыдай хан сезіне бастайды. То есть қай әйелдің қызметі сөз өтімді болады, соны жазыңыздар. Соны жазыңыздар. Как вы думаете, қай әйел күйеуіне бағалы болады? Қай әйелдің ішкі претензиясын, ішкі болын, ішкі обидасын, жаңағыдай ішіндегі болып жатқан жан дүниесіндегі айқайын күйеу естиді. Жертва әйелдің жаңағыдай өтірік қорыққаннан, көзі жоғалтып алудан қорыққаннан, кедейліктен қорыққаннан, білмеймін, өтірік притворяться етіп жүрген әйелдің ба? Или лидер табысты. Ну, лидер деген не обязательно табыс. Сейчас
Закругляйся. Қыздар, қазір мен мына эфирді сақтаймын. Осыған дейінгі эфирді қазір басқа кабинетке барып ары қарай жалғастырамыз, бұйырса.